Қыздар, сәлем! Бүгін сіздерге вупипай тортының именно цифра түрін қалай жасау керектігін толық көрсететін боламын. Бұл торт өте дәмді, өте тез жасалатын және де шығыны қатты көп емес торттардың біріне жатады. Мастер-классқа ары қарай қатысу үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар және де инстаграм парақшама жазылсаңыздар болады. Торттың бағасын қалай шығару керек, соның барлығын сіздерге мастер-класстың соңында айтатын боламын. Бұл тортты жасамастан бұрын қыздар барлық заттарымыз біздің комнатный температурада тұрған болу керек, яғни холодильниктен шығарылған болу керек. Ең алдымен майымызды аламыз да оған Қазақстан шоколадын қосамыз. Міндетті түрде Қазақстан шоколадын қолданыңыздар, қыздар. Сосын жұмыртқаға қантты, ары қарай құрғақ заттарымызды ұн, какао және разрыхлителді електен өткізіп аламыз. Сосын жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлейміз, қыздар. 3-4 есе көтерілгенше, аппақ көбік болғанша, мінекей көбік былай миксермен сурет салған кезде, осы сурет тез жоғалып кетпейтіндей дәрежеге жеткен кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Сосын майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз. Су буында ертсеңіздер болады, немесе микроволновкада. Мінекей соны жаңағы жұмыртқаға қосамыз, шоколадпен еріген майды. Сосын ары қарай електен өткізілген құрғақ ингредиенттерді порцияға бөле отырып қосамыз, яғни бір рет қосамыз, араластырып аламыз миксерлеп, сосын 2-3 қайтара бөліп қосамыз ұнымызды. Мінекей осындай масса болу керек. Енді ары қарай қыздар, мына цифраның осындай трафареттері бар. Дайын трафареттер сатылады, кондитерскийден алсаңыздар болады, немесе қолдан өздеріңіз шығарсаңыздар да болады. Қазір оны көрсететін боламын, қағазға шығарылған түрін. Біздің сұйық тестамыз общий массасын 4-ке бөлеміз де бірдей 4 коржға бөліп пісіреміз. Әр корж 200 граммнан құйылады, қыздар. Міне мына жерде мысалы үшін қағазға шығарылған цифра. Бұның салмағы бірақ кішкентай болады, себебі бұл А4 форматта кішкентай торт шығады бұдан. Ал мұны трафарет үлкендеу. Осылай мына сызылған бойынша құйып, тестаны бір келкі етіп жайып аламыз. Лопаточкамен тегістеп аласыздар. Ары қарай 180 градуста 5-10 минутта піседі. Піскенін спашкамен көрсеңіздер болады. Немесе қолдарыңыз бір тегізген кезде мына қамыр батпайтындай болу керек. Артық бөліктерін трафаретті қоямыз да кесіп алып тастаймыз. Барлық 4 коржға осы процесті қайталайтын боламыз, қыздар. Сосын ары қарай кремін дайындаймыз. Кремін дайындайтын кезде, қыздар, ескеріңіздер, міндетті түрде барлық заттар холодильникте кемінде 6-7 сағат тұрған болу керек. Әсіресе сливки, творожный сыр, себебі бұлар холодильникте тұрмайтын болса, сіздің кремдеріңіз дұрыс шықпайды, сұйық болып қалады или іріп кетеді. Сондықтан осы нені сақтауды әрекет жасаңыздар. Сосын сливкидің міндетті түрде 30%-тен жоғары сливкиді қолданғандарыңыз дұрыс, денсаулық үшін және де клиент жинау үшін негізі жақсы сливки қолдану керек. Творожный сыр мен сахарный пудраны 30 секундтай миксерлеген екен, үстіне сливкиді құйып, осындай плотный крем болғанша миксерлеп аласыздар. Көп миксерлеуге болмайды, қыздар, іріп кетуі мүмкін. Кейін ары қарай 806 деген насадканы қолдандым мен. Цифра вупипайға негізі кішкентай шариктегі насадканы қолданғаныңыз дұрыс. Сосын мына жерде общий кремнің салмағын көремізде, мына ыдыстың салмағын шегеріп тастадым мен. Ыдыстың салмағы 138 грамм, оны жаттап алғам. Сол шегергеннен қалған салмақты 3-ге бөлдім. Себебі бізде 4 коржға 3 қабат крем жағылады. Мінекей мына жерде шариктерін шығаруды мұқият қараңыздар. Көп адам осы шарикті дұрыс шығара алмайды. Жоғардан астынан жоғарға қарай шығарамыз да басып жібереміз. Насадкамен басып жібереміз. Сол кезде әдемі шарик шығады. Қолдарыңыз үйрену үшін ортаңғы бөлікке шарикті шығарып істесеңіздер болады, немесе бір ыдысқа кейін сол кремді қайтадан холодильникке қойып, қатырып, жалғастырып істей берсеңіздер болады. Крем қатты сұйық болып кетсе де дұрыс торт шықпайды. Көтерілмей қалады да, торттарыңыз тым аласа болып қалуы мүмкін. Сол үшін плотный крем болған дұрыс, торт биік болу үшін. Келесі слойды қойған кезде, қыздар, басып жібереміз. Қатты баспаймыз, аккуратно басып жібереміз, себебі крем полный коржға толық тиюі керек. Барлық корждарда осы процесс қайталанады. Мінекей мына соңғы бетіне қойылатын корж, ол тегіс және де әдемі кесілген болу керек, ровно кесілген болу керек та. Біздің тортымыз 4 корж, 3 слой крем дайын болды.
қараңыздар, өте биік, әдемі, теп-тегіс, барлық жері ровно болып тұр. Шариктердің әдемі шығарылуы осы жерде өте маңызды. Кейін ары қарай бетіне шоколадный ганаш дайындаймыз. Қазақстан шоколадын міндетті түрде Қазақстан шоколадын қолданыңыздар қыздар, себебі арзан шоколадтар, глазур, АБК деген шоколадтар, олар бетіне ганашқа өте дешевый торттың несін береді, видін береді. Сондықтан Қазақстан шоколады. Сосын мен Қазақстан шоколадын осылай қою істеген жақсы көремін. Сұйық болып кетсе де ол ұнамайды маған. Енді әркімнің вкусы әртүрлі. Маған осылай қою болып, әдем болып ағып тұрғаны ұнайды. Торттарыңыздың оформлениясын өздеріңіздің қалауларыңызша жасай бересіздер. Фрукты қоссаңыздар болады. Қыздар, мінекей біздің тортымыз уже дайын болды. Бетіне әртүрлі осындай посыпкаларды шашып қойсаңыздар болады, әдемі вид береді. Торт дайын болғаннан кейін холодильникте міндетті түрде кемінде 6-7-8 сағатқа дейін тұру керек. Сол кезде мына крем кожаға сіңіп, тортыңыз өте жұмсақ, сондай нәзік болып дайын болады. Бүгінгі көрсеткен тортым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де Инстаграм парақшама да жазылыңыздар. Ол жақта да өте пайдалы ақпараттар өте көп. Біздің мінекей дайын болған тортымыз 8 сағаттан кейін осындай болды. Коржы, крем жағылған слой бірдей болып тұр. Корж бен кремнің несі бірдей болу керек, размері. Сол кезде өте әдемі болады.